Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Айолым Алтынбекова, алдымен аңдатпа. Сәтпаев қаласының әкімдігінде қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша жиын өтті. Сәтпаев қаласының мәжіліс залында қалалық мәслихат депутаттарының отырысы өтті. Ішкі істер органдарының ардагерлері кеңес милициясы күнін атап өтті. Сәтпаев қаласында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Тұрғындар қауіпсіздігі басты назарда. Кеше Сәтпаев қаласының әкімдігінде қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңес өтті. Қала әкімі Асқар Ыдырысов төрағалық еткен жиынға арнамыздың түсірілім тобы да қатысып қайтты. Сәтпаев қаласының әкімі Асқар Ыдырысовтың төрағалығымен өткен жиында тұрғындардың қауіпсіздігіне қатысты бірнеше мәселе қаралды. Күн тәртібіндегі алғашқы сұрақ балалар ойын алаңдарын есепке алу және олардың жай-күйі туралы, сондай-ақ су құбыры, кәріз және жылу желілері құдықтарына люктерді орнату бойынша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушы Әшім Мұхамбетәлі баяндады. У нас имеется 11 790 штук тепловых. Сәтпаев қаласында барлығы 110 дана балалар ойын алаңы бар. Оның ішінде ұзақ пайдалану мерзімі бар балалар ойын алаңдарының 30%-ына күрделі жөндеу немесе бөлшектеу қажет. Тағы 35% жеке жөндеуді, яғни жеке құралдарын жөндеуді қажет етеді. Ал люк мәселесіне келсек, Сәтпаев қаласы бойынша барлығы 11790 құдық бар. Оның 4527-сі жылу, 4368-і су құбыры, 2895-і кәріз желілерінде. Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап бүгінгі күнге дейін Сәтпаев жылу мен сумен жабдықтау кәсіпорны 422 дана құдықты люктермен жапты. Оның 180-і полимерлі, 230 данасы шойын люктер. Ашық құдықтар бойынша өтінімдердің түсуіне қарай Сәтпаев жылу мен сумен жабдықтау кәсіпорны мен люктерді орнату бойынша шаралар қабылданады. Одан әрі Қазақтелеком акционерлік қоғамы және Сәтпаев жылумен сумен жабдықтау кәсіпорны қызмет көрсететін құдықтарды жөндеу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар және алдағы жоспарлар жайлы мекеме мамандарының баяндамалары тыңдалды. Ал көп қабатты тұрғын үйлердің жанында орналасқан құдықтардың жай-күйі және оларды жөндеу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар жайлы Сәтпаев қаласы тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Жадыра Сейілова айтып берді. Сәтпаев қаласы бойынша тұрғын үй коммуналдық учаскесінің 4 тұрғын үй коммуналдық учаскесі бар, 4 пәтер иелер кооперативі бар, 1 жауапкершілік серіктестік бар. Сол 4 тұрғын үй коммуналдық учаскесінде 214 үй, біріншісінде, екіншісінде 65 үй, үшіншісінде 60 үй, төртінші 68 үй бар. Барлық осы үйлердің 328 кәріз жүйелерінің құдықтары бар. Барлық құдықтар жабық. Қаншама құдық бар сонда? 328. Толық қала бойынша? Жоқ, 4 ЖКЦ-да. 4 ЖКЦ. Соның 328 құбырының ішіндегі 178-не жөндеу жұмыстары жүргізілу керек дейді. Жөндеу жұмыстары деген Аулар қалай? Ашық па или қалай? Ашығы да бар, ішінде крышкасы жоғы да бар. 178. 178-і. Сосын жаңағы жан-жақтарының сылақтары құлап, шіріп құлап жатқандар. Сол жөндеу жұмыстарына кіреді. Жиын барысында балалардың қараусыз қалған нысандарға баруының алдын алу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы да айтылды. Ал тұрғын үйлерді салу кезінде терезелерге қорғаныс механизмдерін қолдану туралы Сәтпаев қаласының құрылыс бөлімінің басшысы Назгүл Сүттібаева баяндады. Қазақстан Республикасының 3.02-107/2014 жылы қоғамдық ғимараттар мен ғимараттар ережелері жинағының бойынша бұларды балаларды жарақат алуын және құлау мүмкіндігінің алдын алу мақсатында терезе блоктар қауіпсіздік құлыптармен жабдықталуы қажет тармағы жұмыс жасайды. Бұл бойынша Асқар Абаевич біз бүгінгі күні өз тарапымыздан сметалық құжаттама дайындалып жатқан үйлерге тегіс проектировщиктарға бердік. Мұны жаңағы сметаның ішіне енгізуге. Бұл негізі өзі алдын алу мақсатында бұл жобалық сметаға да кіреді. Негізі бұны өзі орнату мүмкіндігі бұл негізі оңай. Жаңа терезені жабдықтаған кезде де болады. Мұны негізі өзі жеке магазиндерде сатады. Соны алып, мысалы әркім өз салуға да болады. Бұл кейінгі осы тапсырма шыққаннан кейін біз мына екі общежитияға да ертегілге айтып, несіндеріне коридорда бүкіл терезеге салғызып бергенбіз. Бұл бойынша бізде өзі прокуратураға бізге ұсыныс түскен, сол бойынша біз жұмыстар жүргіздік. Әлде де бұл жұмыс жалғасады. Енді алдағы уақытта салынып жатқан үйлерге тегіс бұны қамтамасыз етеміз.
Жиын соңында қала әкімі Асқар Ыдырысов тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жауапты тұлғаларға бірқатар тапсырмалар берді. Диана Абдықалықова, Төлеген Қалдыбай, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Кеше қаламызда Сәтпаев қалалық мәслихатының тұрақты комиссияларының бірлескен отырысы болды. Кеңейтілген депутаттар отырысына қалалық мәслихат хатшысы, қала әкімінің орынбасарлары және мемлекеттік мекемелердің жауапты мамандары қатысты. Отырыс барысында күн тәртібіндегі екі мәселе қаралды. Күн тәртібінде бірінші мәселе бойынша, яғни қаланың жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарында оқушылар мен тәрбиеленушілерді тамақтандыру және медициналық қызмет көрсету туралы ақпаратпен Сәтпаев қаласы білім беру бөлімінің басшысы Берік Ақышбеков баяндады. Жұмыс барысында ертегі, Ақбота, Қызыл-Телпек балабақшалары мен нөмір 4-ші, 5-ші, 15-ші, 27-ші мектептердің асханалары, тамақтанудың ұйымдастырылуы және санитарлық талаптың орындалысы тексерілгендігін атап кетті. Депутаттар 2022-2023 оқу жылында Сәтпаев қаласы бойынша 30 білім мекемесі қызмет көрсетуде, оның 14-і мектепке дейінгі ұйым балабақшалар, 10-шы жалпы білім беретін орта мектептер, 3 қосымша білім беру мекемелері. Енді қысқаша жалпы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен 1 мен 6 жаста 338 бала бүлдіршін, 3 пен 6 жаста 2670 бала қамтылған, бұл 86%-ды құрайды. 4 шағын орталықтар бар, 85 бүлдіршін, жалпы 14 балабақшада 2760 бүлдіршіндер бар. Осы 9 айда балабақшаларда 1144 бүлдіршін қабылданған. Сонымен қатар отырысқа мектептерге медициналық көмек көрсететін қалалық емхананың және Дайрес медициналық орталығының өкілдері қатысып, бірқатар сұрақтар қойды. Санитарлық норма бойынша бізде ас мәзірін құрастырады, мектептің асханалары және балабақшалар. Сол ас мәзірі норма бойынша бізбен келісілетін тұғын. Қазір ол бөлім алып тастаған. Қазір асхананың жаңағы жеке кәсіпкерлер ас мәзірін құрады, балабақшаларды да диетолог, косметологтар ас мәзірін құрады, өздері утверждать етеді, өздері бекітеді, бізбен согласовать етпейді. Сондықтан мораторийға байланысты қазір біз балалардың тамақтануын шын айтқанда нақты анализ біз жасай алмай отырмыз. Мораторий бітіп, ертең особый проверка ашылатын болса, тек сол уақытта біз нақты балалардың тамақтануын айта аламыз. Күн тәртібіндегі екінші мәселе жөнінде Сәтпаев қаласында кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бойынша қабылданған шаралардың тиімділігі туралы Сәтпаев қаласы ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімі мемлекеттік мекеменің басшысы Дастан Төрегелден баян етті. Ағымдағы жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында бөлшек сауда көлемі 14 миллиард 305 миллион теңгені немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 107% құрады. Нақты көлем индексі 111,2%. Көтерме сауда көлемі 12 миллиард 353 миллион теңгені немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 290% құрады. Нақты көлем индексі 122,9%. Инвестициялық жобалар. Жыл басынан бері инвестиция көлемі 601 миллион теңгеден астам 13 кәсіпкерлік нысаны ашылып, 59 жұмыс орны берілді. Агроөнеркәсіп кешенінде 1 жоба, сауда және қызмет көрсету кешенінде 12 нысан ашылды. Одан әрі Атамекен кәсіпкерлер палатасы Сәтпаев қаласы филиалының директоры Ғалымжан Сүтбаев сөз алып, бизнес бастау жобасы бойынша биыл 100-ге жуық азамат тегін оқып, 41 азамат грант иелері атанғанын атап өтті. Жүргізілген жұмыстар жастар, 1-ші, 2-ші, 3-ші топ мүгедек азаматтар, аз қамтылған және көп балалы отбасы арасында болды. Жиын соңында тұрақты комиссия отырысының қаулы жобасы ұсынылып, Сәтпаев қаласы білім бөліміне жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарда оқушылар мен тәрбиеленушілерді тамақтандыру және медициналық көмек көрсету туралы ақпаратты назарға алуды тапсырды. Сонымен қатар Сәтпаев қаласында кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бойынша қабылданған шараларды орындалуын бақылау, экономикалық реформа, бюджет, коммуналдық шаруашылық және кәсіпкерлікті қолдау мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияға жүктелді. Айым Култаева, Айбар Мұханбет, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Хабарымыз жалғастырамыз. Ішкі істер қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 10-шы қарашада атап өтіледі. Кеңес милициясы күні КСРОда пайда болған, яғни оның тарихы 1962 жылдан басталады. 10-шы қараша күні деп белгілеуінің өзі кездейсоқтық емес. Дәл осы күні жұмысшы милиция құру туралы қаулыға қол қойылды. Кеше осы айтулы күні аясында Сәтпаев қаласының полиция бөлімінде салтанатты іс-шара өтті. Онда ішкі істер органдарының ардагерлеріне құрмет көрсетілді.
Біздің елімізде 10 қарашада кеңес милициясы күні атап өтілді. Өзінен бұрынғыларды құрметтеу үшін дәл осы күн ішкі істер органдарының ардагерлерін құрметтеу күніне айналды. Тәртіп сақшылардың қазіргі ұрпағы бұл қағиданы жалғап, жыл сайын қазыналы қарттарға өз ілтипаттарын білдіріп келеді. Сәтпаев қаласының полиция бөлімінің қабырғасында өткен кешегі кездесуде соның жалғасы. Бұл күні кеңес милициясы тарихындағы жақсы нәрселер еске алынды. Шараны ашқан Еркебұлан Байзақов ардагерлерді мерекемен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Келіп жетіп жатқан мерекелермен шын жүректен құттықтаймын енді. Мына Совет одағының милиция күні деп бұрын тойлайтын кезеңдер еді сіздердің кездеріңізде. Енді айтады, өткен кезеңнен кейін нет будущего без прошлого дейді. Өткен кезеңсіз болашақ жоқ. Өздеріңіз кезінде жұмыс атқарып кеттіңіздер. Осы жастарды тәрбиеледіңіздер кезінде. Үлес қосып жатсыздар қазірде осы тәрбиеге. Біраз енді заман өте келе біраз өзгерістер болып отыр қазір. Техника жағынан, полицияның даму жағынан да біраз. Шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Бөлім бастығы еңбек сіңірген демалыстағы қызметкерлердің мемлекеттегі заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлін атап өтіп, ардагерлерге түрлі марапаттар табыстады. Бұл күні ардагерлер ішкі істер органдарында сіңірген еңбегі үшін, өскелең ұрпақты тәрбиелеген үшін алғыс хаттармен марапатталды. Сондай-ақ Зоя Рузматова мен Манат Айтбаевқа намыс төсбелгілері табысталды. Ардагерлер өз кезегінде бөлім басшылығы мен жеке құрамға осындай қолдау мен марапаттар үшін алғыстарын білдірді. Бүгін мінекей мына ветерандар ішкі істер бөлімінің жиналып жатыр. Бүгінгі ескіше аталғанда кеңес уақытындағы милиция күні болады. Біз оны қалайда соны өзара осылай жиналып, пікір бөлісіп, өткенді есімізге алып сөйтіп жатамыз. Мен өзім осы Жезқазған облысы құрылғанда 75-ші жылы Қарағанды облысының ішкі істер министрлігінің ол кезде Москваға қараймыз. Сонда сол жоғары мектебін бітіріп 75-ші жыл осында келдім бірінші. Содан бері 20 жыл қызмет атқардым. Біздің экономика бүкіл әлеммен байланысты. Енді демек қазіргі біздің президентіміздің істеп атқан істері қандай үлкен жақсылықтар жасап жатыр. Тіпті Қазақстанның бұл саясатында да экономикасында болмаған дүниені тудырып жатыр. Қазір жас бала туса 18-ге толғанша өз алды оларға фонд ашып ақша бөліп жатыр. Қазір мына жемқорлардың, білесіздер, олигархтардың біразының ақшасын алып өкіметке, қазынаға салып жатыр. Үлкен күрес жүріп жатыр. Енді бұның бәрі әділдік қазір орнатып жатыр. Сондықтан біз ойлаймыз, тек қана жақсылық тілеймін біздің осы ішкі істер қызметкерлеріне, осы салада істеп жатқан барлығы осындай халықтың ортасында жүрген адам, халықтың көз алдында, халықтың айнасы дейді бізді. Сол сияқты адал қызмет атқаруын тілеймін. Алтынгүл Төлегенова, Айбар Мұхамбет, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. 9-11 қараша аралығында Сәтпаев қаласының аумағында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бұл жұмыстың негізгі мақсатын тілшіміз тарқатып айтсын. Жедел профилактикалық іс-шара пробация қызметінің есебінде тұрған тұлғаларға қатысты қолданылатын тәрбиелеу әдістерінің бірі. Осыған байланысты 9 және 11 қараша аралығында Сәтпаев қаласының аумағында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бүгінгі таңда 2022 жылдың 9 және 11 күннің қараша айында жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. Сәтпаев пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандарға қайта қылмыс жасамау алдын алу мақсатында, яғни аталған іс-шарада ең басты мақсат пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандардың қайта қылмыс жасамауын алдын алу болып табылады. Және де жергілікті полиция қызметкерлерімен пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандардың мекен жайын тексеру барысында қайта қылмыс жасамаудың алдын алу және де жұмыстан тыс бос уақытында мекен жайын тексеру іс-шарасы болып табылады.
Осы жедел профилактикалық іс-шара шеңберінде пробация қызметінің мамандары Сәтпаев қаласының учаскелік инспекторларымен бірлесіп, тұрғылықты жері бойынша есепте тұрған 50 сотталушыны тексерді. Бүгінгі таңда қалада шамамен 119 адам есепке алынған, оларды өздеріне берілген уақыт шеңберінде белгіленіп отырады. Айта кетейік, тексеру қорытындысы бойынша бүгінгі күні құқық бұзушылықтар анықталған жоқ. Айым Култаева, Төлеген Қалдыбай, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Ал біз естеріңізге саламыз, егер сіз де Ақшам телеарнасының өсіп өркендеуіне қатысты ұсыныс тілектеріңіз болса 8707-555-80-10 телефон нөміріне хабарлассаңыз немесе дәл осы нөмірге WhatsApp желісіне жазсаңыз болады. Аптаның 5-ші күнде келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алда орайы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.